Сәлематсыздар ма? Біз рейд болып жатыр ма, не болып жатыр өзі? Не рейд болып жатыр? Не рейд болғанда аудан әкімінің Бері қарап айтсаңшы маған. Алло. Жоқ, айтсаңшы, не рейд болып жатыр? Халық не үшін тоқтатып жатсыз? Саламатсыздар. Не жауап бермейсіздер? Сәлематсыз ба? Қалайсыздар? Жақсы? Бұл жерде не рейд болып жатыр? Мынау азаматтар не үшін тоқтатып жатсыздар? Мынау аудандық военкомат дейміз ғой. Сол жердің бізге қатынас хат беру арқылы рейдтік шара өткізіп жатыр. Мынау отан қорғаушыларды өз еркімен бармағаннан сол себепті мынерде тексеріп бармағандығы туралы. Не, ол бір қолдарыңызда бір құжат бар ма? Военкоматтың шығарған жаңағыдай бізге берілген несі бар. Көрсетіңізші құжатты. Оны басшы құрамнан аласыздар ғой. Неге сіздердің қолдарыңызда құжат болу керек? Басшы құрам береді ғой. Мен сізге сұрақ қою үшін қазір мен... Военкоматтан сұрасаңыз, вообще военкоматтан Сіздер тұрсыздар ғой, сіздердің основаниен чего тұрсыздар? Құжат бар ма қолдарыңызда? Біз қорғау іс-шара, мынау қорғау сергек бойынша, қорғау төленбеген айыппұлдары бойынша. Қорғау атқан жоқ, қорғау программасы бойынша тұрмыз. Міне ешкімді қорғамаймыз. Жүйе бойынша төленбеген айыппұлдарды өндіру байланысты. Оны біз білеміз. Кешіріңіз. Сіз қорғау өйтіп не қылмаңыз. Біз қорғау іс-шарасы бойынша сергекке мына жерге қойылғанбыз. Сол жерде біз тұрмыз. Приказ көрсетсеңізші. Төленген айып. Не приказ керек сізге? Мен толығын основать программа тұр мен. Көрсетсеңізші, көрейік. Пожалуйста, программа қосамыз, программамен тұрамыз міне. Онсызда сергекте автоматически штраф түспей ма? Төленбеген айыппұлдар бойынша, төленбеген айыппұлдарды айыппұл енді автоматически түспей ма? Өткені бойынша соны ескертеміз. Төлемесе ол ары қарай екі есе болады. Ескертеміз. Одан кейін әкімшілік іс қозғалады. Міне программа қорғау деген программамыз бар. Осы бойынша тұрамыз біз. Мына жерді қосамыз. Осы бойынша осы жерде тұрамыз. Қалай қай күндер? Жаңа армия шақыру дегеніңіз енді қорғау деп жатсыз. Соның қайсысы? Армия шақыру. Міне военкомат жанымызда тұр. Осы сұрақ қойсаңыз болады. 2024 жыл. Кән военкомат. Военкомат қызметкерлері қайсысы? Қайсысы? Мына кісі ма? Сәлематсыз ба? Мына кісі военкомат қызметкері ма? Дәулет. А сіздерші? Біз әкімшіліктеміз. Қай әкімшілік? Өзімізді. Жоқ, айтсаңыз қай әкімшілік екен? Төле би ауданы ба? Иә. Не қызмет атқарасыз? Әскери есеп бойынша. Аты жөніңізді айтсаңызшы. Анау жігітке барыңыз. Сонда сіздер балдарды күштеп әкетесіздер ма? Анау жігітке барыңыз. Ол жігіт қашып кетті ғой? Әкімшіліктің именно осы қорғаныс істер жөніндегі басқарманың несі? өкілі. А сіз? Біз әкімшіліктеміз. Әкімшіліктенсіз ба? Иә. Мемлекет қызметкер болсаңыз, онда толық аты жөніңізді қызметіңізді жөндеп айтсаңызшы. Или бүгінгі таңдағы мемлекет қызметкерлерінің бейнесі осындай болу керек па? Не айтуым керек? Қызметіңізді айтыңыз. Бұл жерде участковыйлармен, сосын жол патрульдік қызметкерлермен не сұрақтарыңыз істеп мынау өкілі отыр. Сіз жауап бере алмайсыз ба? Мен рейдке шыққан адам. Енді айтсаңызшы қандай адам екеніңіз? Қандай праваңыз бар сіздің рейдте жүруге? Өздері не үшін? Не істеп жүрген өздері де білмейтін сияқты. Военкоматтың өкілі отыр. Енді ол кісі неғып кетіп қалды ол жаққа? Неге жауап бермейді? Қаулысын, иә? Берсін қаулысын. Көрсетеймі? Кет тұрады. Қаулы, алып кеш қаулы. Дұрыс қой, енді барлығы заңды болса неге ол кісілер көрсетпеске? Аудан әкім қаулысында алып көрсетіп. Сәлематсыздар ма? Таныстырыңыздар да қаулыны алып беріңіздер, көрсетіңіздер. Рейдтік шара. Бар ма? Болды, алып беріңіз қазір, көрсетіңіз. Алып береді қазір. Мына кісілерде сол саланың қызметкерлері ма? Неге жауап бермейді бұлар? Сәлематсыз ба? Сіздер рейдте жүр дейді ғой, қаншалықты рас? Иә, рейдте жүріңіздер. Қандай рейд? Шешім бар ғой, қаулының аудан әкімінің қаулысымен. Көрсетсеңші қаулын. Да, көрсетеді, қазір алып келеді ғой. Қай жерде? Машинадан алып. Қаулыда не жазылған, оқығансыздар ма? Иә, осы рейдтік іс-шара. Атауы қандай? Рейдтің? Әскер жасындағы балдардың повестка таратылған барлығына. Қандай повесткада не деп жазылған? Жоқ, кәдімгі 18 жасқа толған балдарға повестка таратамыз ғой біз әр ауылдан. Енді ауылға барып таратпайсыз ғой, жеті жолдың торабында не істеп тұрсыздар? Таратылған ғой оның барлығына. Балдар келмейді, әскерге барғылар келмейді. Не үшін барғысы келмейді, қалай ойлайсыз? Әскерге ма? Иә. Енді әркім бар. Идеология дұрыс емес па? Қазір мына болып жатқан жағдайларға байланысты көбісі қорқады. Аты жөніңіз? Менің аты жөнім Есімбаев Марат.
қызметіңіз? Тасарық ауылдық округ әкім аппаратының бас маманы. Рахмет, қолыңызда қаулы жоқ, бірақ дұрыс па? Қаулы бар осы жерде қазір. Осы жерде онда жерде жатыр ма, ілініп тұр ма? Жоқ, ана машинадан алып келу кетті. Бір машинадан бір машинаға ол қаулы не ма, алтыннан жасалған ма? Оны көбейтіп алуға болмай ма? Жоқ, болады ғой енді, ол оригиналы да бізде тұрған біреу. Ол маған копиясын көрсете беріңіз. Қолыңызда жоқ па? Жоқ, мен машинам емес қой бұл. Рөлде отырсыз ғой онда. Телефонда анау Фейсбукқа материалды жариялап отырмын. Фейсбукқа маған, менде сізде возможность бар, материал маған жариялайсыздаршы. Тікелей эфирге шығара салайын. Жоқ, ол Сонда сізде үлкен мүмкіндік бар қазір. Жоқ, ол жайында емес материалдар. Біздегі аудан әкімшілігінің материалдары да. Түсінікті. Рахмет.